Баршаңызға сәлем. Бүгін бананның біз білмейтін 7 пайдасы туралы айтатын боламыз. Ағзаға пайдалы астың бәрі дәмді бола бермейді. Бірақ мұның бананға еш қатысы жоқ. Жемістің бұл түрін сүйіп жейтіндер көп, әрі ол организмге де пайдалы. Күніне 2 банан жесеңіз, денсаулығыңыз айтарлықтай жақсарады. Ал пайдаларына келетін болсақ, бірінші пайдасы артериялық қысым деңгейі қалпына келеді. Яғни бананның құрамында 420 мг жуық калий бар. Сондықтан ол жоғарғы қан қысымын төмендетуге сеп болады. Екінші пайдасы артық салмақтан арылас. Банан жасындыққа бай. Соның арқасында адамның қарны аша бермейді. Үшінші пайдасы анемия қаупі төмендейді. Яғни анемиядан адамның жүзі солғын тартып, үнемі шаршап жүреді, ентігіп қалады. Бұның бәрі эритроциттердің азаю мен қандағы гемоглобин деңгейінің төмендегінен. Бананның құрамында эритроциттердің көбеюіне көмектесетін темір өте көп. Сондай-ақ қандағы глюкоза деңгейін реттейтін В6 дәрумені де бар. Төртінші пайдасы ас қорыту жақсарады. Банан тез қорытылатындықтан асқазан кері әсері жоқ. Жемістің бұл түрін гастрит, қыжыл кезінде сонымен қатар диареядан кейін алғашқы ас ретінде жеуге болады. Себебі олар ағзаға жоғалған минералдарды түзеді. Бесінші пайдасы күйзелістен құтқарады. Банан адамның көңіл күйін көтереді. Жемістің құрамында біздің организмге серотонин бақыт гормонын алуға қажетті триптофан бар. Орта есеппен бананда 27 мг магний бар. Бұл минерал көтеріңкі көңіл күй мен қатты ұйқыға әсер етеді. Алтыншы пайдасына келетін болсақ, дәрумендерге байытады. Банан В6 дәрумені де бай. Ол организмге инсулин, гемоглобин және амин қышқылдарын бөлуге көмектеседі. С дәрумені дегенімізге ойымызға апельсин мен құлпынай келсе де, бананның құрамында бұл витамин де бар. Жетінші пайдасына келетін болсақ, адамның энергиясын арттырады. Жемістің құрамындағы калий бұлшықеттері сіңір тартудан қорғаса, көмірсулар байдағы күш-қуатты арттырады. Яғни осымен біздің бананның біз білмейтін 7 қасиетін пайдасын айттық. Баршаңызға рахмет. Енді менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де каналымда басқа да ақпараттармен бөлісетін боламын.